Баршаңызға сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен песочный печенье с варенкой рецептімен бөлісетін боламын. Жақындарыңызды, кішкентайларыңызды осындай тәттімен қуантқыларыңыз келсе, видеоны толықтай көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, егер де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпайық. Ендеше рецептпен бөлісе кетейін. Ұнымызға шекерімізді қосамыз. Сары майымызды үккіштен өткізесіз, не болмаса пышақпен осылай майдалап алыңыздар. Жақсылап араластырып аласыздар. Енді қаймағымызды қосамыз. Ас содасын қосасыздар. Жұмыртқамызды осылай қосып аламыз. Қамыр илейміз. Бізде осындай қамырымыз дайын. Осылай шариктерге бөліп алып, ішіне осындай варенкені саламыз. Шетін қайырып, видеодағыдай самса тәрізді бүгесіздер. Енді осыны күнжітімізге аунатып аламыз. Қыздар, толықтай біткенсін бетіне жұмыртқаны жағуды ұмытпаңыздар, әйтпесе күнжітіміз түсіп қалуы мүмкін. 180 градуста 35 минутқа пісіріп аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын.